Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге туу туралы куәлікке онлайн егов арқылы заявка жіберетінді көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Осылай егов порталына басты бетке кіріп аласыздар және отбасы деген бөлімге кіресіздер. Міне кірген кезде толық көрсету дегенді басасыздар. Пәске қарай түскен кезде баланың туу туралы куәлігін алу дегенді басасыздар. Онлайн сұрау батырмасын басыңыздар. Әрі қарай сіздерде 4 қадам шығады. Оның бірінші қадамында сіздердің барлық даниларыңыз шығып тұрады. Облыс деген жерге өздеріңіздің тұрғылықты мекен-жайларыңыздың адресін жазатын боласыздар. Не осылай. Сосын Ахат бөлімінің ауданы деген жерге өздеріңіздің райондарыңызды белгілейсіздер. Ахат бөлімі деп екіншісі шығады. Енді азаматтарға арналған үкімет деп өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша белгілейсіздер. Сосын анасы туралы мәліметтер шығады. Анасының білімін жазасыздар. Одан кейін табыс көзі. Ол табыс көзі міндетті емес, жазбай қойсаңыздар да болады. Енді жұмыс орны деген жерге қандай жерде жұмыс жасайсыздар, кім болып жұмыс жасайсыздар, соның біреуін жазсаңыздар болады. Бізде бұл жеке кәсіпкер, сондықтан жеке кәсіпкер деп жұмыс орнын жазып қоямыз. Одан әрі қарай әкесі туралы мәліметтер деген жерге некеде болсаңыз, мен неке құрғанмын деген жерге галочка қоясыз. Сосын зайыбыңыздың ЖСН номерін жазасыз. Міне ЖСН жазып болғаннан кейін әкесі туралы мәліметтер деген жерге тағы да өзіңіздің жолдасыңыздың білімін, табыс көзін және жұмыс орнын белгілейсіздер. Бұл кісі тағы да жеке кәсіпкер, сондықтан жеке кәсіпкер деп жазып, бұдан әрі дегенге барамыз. Осылай сіздерде екінші қадамда балдарыңыз жөнінде мәліметтер шығып тұрады. Ең соңында кімге, қай балаңызға туу туралы куәлікке заявка беріп жатырсыз, сол балаңыздың орнына галочка қоясыз. Бұл жерде сіздер қазір баланың данныйына мән беріңіздер, қате кетіп қалмасын. Енді тегі деген жерге балаңыздың тегін жазасыз, одан кейін атын жазасыз және әкесінің атын жазасыз. Туылған күні астында шығып тұрады. Барлығын жазып болғаннан кейін бұдан әрі деген басып үшінші қадамға өтеміз. Бізде үшінші қадамда ЕЦП ключпен қол қойып органға заявка жіберілгенін көретін боласыздар осылай.